Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қытырлақ піскен кезде қатпарлы болып шығатын, самсаға да, қаттамаға да кете беретін әмбебап қатпарлы қамырдың үй жағдайында жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Ендеше қатпарлы қамырымызды әзірлеуді бастайық. Ең алдымен електен өткізіп, алдын ала дайындап алған ұнымызға, бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды салып, ерігенше араластырып, еріген суымызды ұнымызға құйып, алдыменен қасықтың, содан соң икемге келгеннен соң, қолдың көмегімен орташа қаттылықта видеодағыдай қамыр илейтін боламыз. Қажетті қоспалар тізімін төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын, сонда өтіп қарасаңыздар болады. Міне қамырымыз дайын. Енді бетін жауып 20 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Содан соң қамырымызды екі бөлікке бөліп, орташа жұқалықта қамырларымызды жайып алатын боламыз. Менде ол жері видеоға түспей қалыпты. Мінекей қамырларымыз көріп тұрғандарыңыздай дайын. Енді бірінші қамырымыздың үстінен ерітілген маргаринімізді жағып аламыз. Содан соң оның үстінен екінші қамырымызды дәл осылай видеодағыдай жан-жағының барлығын жеткізіп, қалған маргаринімізді қамырымыздың бетіне төгіп, оны да жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп жағып алатын боламыз. Содан соң қамырымызды барынша нығыздау етіп орап аламыз. Орап алған қамырымызды айналдырып пищевой пакетке салып, кемі жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Немесе бір айға дейін сақтауларыңызға да болады. Мінекей, арада жарты сағат уақытымыз өтті. Енді мен қамырымды алып, осылай самса жасайтын болып шештім. Сіздерге мінекей бөліп көрсетудемін. Осылай мен самсаға дәл осылай кішілеу етіп бөліктерге бөліп алудамын. Сіздер егер қаттама жасайтын болсаңыздар, сәл үлкендеу бөліктерге де бөліп жасап шықсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Арнамда жаңа көрермен болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, алдағы жаңа рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көру үшін жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.